Қымбатты өмір күнделігі YouTube каналының тыңдармандары. Мен әке-шешемнің қарттық кезеңінің уайым қайғымен өтіп жатқаны туралы айтып берсем, көп перзентке ой салам ба деп отырмын. Біз отбасында 3 баламыз. Әке-шешем кеңестік дәуірдің адамдары болғандықтан бізде орысшадан қиналып қалмасын деп үшеумізді де орыс мектебіне берген екен. Мен орысша білім алдым, інім де, сіңлім де орыс мектебін бітірді. Інім қазір 35 жаста. 2 рет отбасын құрды. 3 баласы бар. Өз бетінше тірлік жасап, отбасын асырауға құлықты емес, әлі күнге дейін әке-шешемнің мойнында. Араққа бір табан жақын. Ал сіңлім болса 33-ке келді, тұрмыста жолы болмады, 9 жасар ұлы бар, бақытсыз жандардың бәрі. Бақытсыз деп кесіп айтқанымда орынсыздау шығар, бауырында баласы бар әрбір ана бақытқа лайықты ғой. Дегенмен оның өміріндегі қиындықтарға қарап, осылай демеске де шарам қалмағандай. Мен үйдің тұңғышымын. Жасым 36-да. Қазіргі күнде 2 баланың анасы атанып отырмын. Көп балалы отбасына келін болдым, күйеуім өте жақсы азамат. Ішімдік пен темекіден, адамның санасын улайтын жат әдеттерден аулақ. Отбасын асырап, жанұяның тірегі ретінде барлық міндеттерін мүлтіксіз орындап келеді. Мен оны осы қасиеттері үшін бағалаймын және құрметтеймін. Бірақ күйеуім өте қызғаншақ. Екеуміз отбасын құрар кезде ол маған қанша бала тапсаң да, сендерді өзім асыраймын. Сен үйде отыр, бала тап. Солардың тәрбиесімен айналыс, жақсы азамат етіп шығаруға күш жұмса деп еді. Содан кейін үйленгеннен соң біздің ештеңеміз болмады. Баспанаға да, көлікке де бірігіп қол жеткіздік. Қазір тұрмыс құрғанма 13 жыл болыпты. Күйеуімнің тұрақты жұмысы бар, айлық табысы жақсы. 2 үйіміз, екеумізде де жеке көлік бар, Құдайға шүкір. Енді мен ақыры жұмыс істемей үйде отырған соң, тағы да неге 3-4 бала тумадым деп өкінемін. Анамның айтқанын тыңдап аборт жасатып едім. Анам маған, баладан не қызық көресің, ертең өскен соң барлығы өз бетімен кетеді. Одан да жұмыс істе, ақша тап деген болатын. Ал күйеуіммен көбінесе осы жұмыс істеу мәселесі бойынша талай рет сөзге келіп қалғанбыз. Бірақ бәрібір мен оны айтқаныма көндіре алмадым. Мен жұмыссыз үйде отырғаным үшін күйеуіммен ұрысып, отбасымды бұзғым келмейді. Жетіспеушілік орын алып жатса, жағдай басқа, ал менде өзгелер екеулеп жүріп жете алмаған жетістіктердің бәрі бізде бар ғой. Сондықтан да сабырға келіп кеште болса түсіндім. Жұмыстан гөрі отбасымның беріктігі, балаларымның амандығы мен береке ынтымақ қымбат мен үшін. Уақыт деген зымырап тез өтіп кетеді екен. Сондықтан жастарға айтарым, біреудің ақылына жүгінбес бұрын алдымен өз жүрегіңнің үніне құлақ түр. Өз отбасыңда орын алып жатқан мәселені өзгемен бөліспес бұрын, өзің ғана жан-жақты ойланып ақылмен қадам жаса дер едім. Ешқандай әке-шеше баласына жамандық тілемесе де кейде ол кісілердің де дұрыс емес шешім айтатын сәттері болады екен. Әке-шешемнің безге жеткілікті көңіл бөлмей, тек осылардың қарнын тойдырсам, ештеңеден тарықтырмасам деп жүріп, тәрбие жағын ақсатып алдыма деп ойлаймын. Өйткені біздің барлығымызды да 1 жастан асқан шақта балабақшаға тапсырып, өздері жұмыс істеді. Жасыратыны жоқ, біз материалдық жағдайы жасалған, ауқатты отбасының балалары болып ержеттік. Әке-шешемнің бауырлары мен туыстары бізге қарап көмектесетін. Бірақ олардың қарағаны бөлек, әке-шешенің мейірімі бөлек қой. Бала үшін ата-ананың аялы алақанын жете сезініп өскеннен артық не бар? Біз сол аялы алақаннан тоя таппадық. Сондықтан болар әрқайсымыздың да отбасылық өмірде жолымыз бола бермегендігі. Бала үшін көйлегі көк, тамағы тоқ, қалаған ойыншығын алып беретін ата-анадан гөрі, олардың мейірімге толы құшағы мен жылы ұядай бауырына басқаны қымбат. Мен өз өмірімнен осыны ұқтым. Өзімнің ғана емес, бір ата-анадан бірге туған бауырларымның басындағы жағдайларды көріп отырғандықтан да мен осындай ойға қаламын. Бір кездері керемет жанұяда тәрбиеленіп, еш мұқтаждық көрмей өскен балалардың есейген шақтағы өмірлері неліктен басқа арнаға күрт бұрылып кетті деген сауалға тапқан жауабым да осы болды. Әрине, мен өз ата-анамды кінәлағым келмейді. Әр адамның өзіне байланысты шығар өмірі.
Менің отбасылық өмірімде түйткілді мәселе болмағанымен, бауырларымның тағдырына да бей-жай қарай алмаймын. Менің уайымым да сол, бауырларым. Ата-анамызда қартайған шағында балаларымның рахатын көремін деп өсірген шығар. Бірақ екі қыздың ортасында өскен жалғыз ұлынан көп үміт күтіп еді ғой олар. Қыз жат жұрттық, өз өмірін сүреді, ал ата-ананы бағатын ұл емес пе? Жалғыз ұлдың сиқы осындай болған үшін, оның үстіне кенже қызы да бақытсыз болып, тұрмыстан қайтып келіп отырғаны ата-анама қатты бататынын білемін. Бірақ мен не істей аламын? Қолымнан келгенше көмегімді беріп, отбасындағы тұңғыш қыз ретінде інім мен сіңіліме ақылымды айтып кетемін. Ата-анамызды ренжітпеулерін сұраймын. Бірақ нәтиже шығар емес.